Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен жұмсақ капкейктің рецептімен бөлісемін. Каналыма тіркеліп лайк басып қолдау білдіріңіздер. Ең бірінші бізге жұмсақ сары май қажет. Бөлме температурасындағы және қантты қосып араластырамыз. Бір қалыпты масса болғанша жақсылап миксерлейсіздер. Сосын сұйық майды қосып араластырамыз. Сұйық майдың орнына сары май қоссаңыздар да болады. Яғни толықтай 120 грамм сары май қосуға да болады. Капкейкті жасау өте оңай, сонысымен маған ұнайды. Барлық қоспалар қолжетімді және дайындалуда қиын емес. Артынша 2 жұмыртқаны қосамыз. Осылай керек заттарды арт-артынан біртіндеп қосып шығатын боламыз. Осыдан кейін сүтті қосамыз. Капкейк негізі ағылшын сөзінен шыққан. Кап чашка дегенді білдірсе, кейк торт дегенді білдіреді, яғни чашкадағы торт. Енді соңғы ұнымызбен қамыр қопсытқышымызды жақсылап миксерлеп, бірыңғай масса болғанша араластырамыз. Осы массамызды капсулаларға, яғни формамызға салып шығамыз. Духовканы алдын ала 160 градусқа ысытып қойыңыздар, өйткені бізде масса тез дайын болады. Духовкада 15-20 минут піседі. Массамызды формамыздың 1/3 бөлігіне толтырамыз. Менде барлығы 17 капкейк шықты. Капкейк бізде осылай бір келкі болып пісіп шықты. Піскен-піспегенін ағаш таяқшамен тексеріп алыңыздар. Креміне бізге 200 грамм творожный сыр, 200 грамм сливки 33% және 90 грамм қант қажет. Қантты сахарная пудрамен алмастырсаңыздар да болады. Осы массамызды жақсылап, плотный масса болғанша, қантымыз ерігенше жақсылап миксерлейміз. Крем дайын. Мен осындай насадканы пайдаландым. 2С деген жазуы бар. Міне кремімізді мешочыққа салып, капкейкімізді әсемдейміз. Бұл капкейк барлығының көңілінен шығары сөзсіз, әсіресе балалар жақсы көреді, жегенге ыңғайлы. Кремсіз жасасаңыздар да дастарханның сәнін келтірері сөзсіз.